Сырбай Мәуленов атындағы нөмір 37-ші мектеп лицейі. Физика пәні мұғалімі. Ал Нұрлан Алтайұлым, қошеметтеріңіз. Ассалаумағалейкум, армысыздар. Нас қазақта айтады, соңғы түйенің жоғы ауыр дейді. Бір демеп отырыңыздар. Рахмет. Әр адамның жүріп өткен жолы бар, өмір тарихы бар. Мен сіздермен өзімнің өмір жолымды мектептегі ұстаздық жолымен байланыстырғалы отырмын. Жастайымыздан әкемізден ерте қалдық, 10 жасымда. Анам, әжем бізге жақсы тәрбие бере алды. Бірақ әкемнің тәрбиесі бізді тастаған жоқ. Ол қалай дейсіздер ғой? Ауылда білесіздер, көшеде кетіп бара жатсаң, үлкендер тоқтатып алады. Ей бала, бергел бері. Кім боласың? Нұрлан. Кімнің баласың? Алтайдың баласың. Марқұм, сенің Алтай әкең жақсы адам еді. Мынандай істеген жақсылықтары бар еді деп, әкенің жасаған жақсылықтарын тізбектеп айтып беретін ғой. Сол кезде өзіміздің әкеге деген сағынышымыз бар. Ана ләззаттанып тыңдап, содан кейін қазақта бар, әкеміздің атына ұят келтірмеу деген осындай бір сөзбен өстік қой. Рас, қазіргі таңда бәріміз жетілдік, бір отбасының отағасы болып отырмыз. Жаңағы қазіргі таңда барлығымыз ұстазбыз. Қазіргі таңда физика пәнінен Астана қаласында дәріс берем. Өзімнің сабақ беретін 8-ші сынып туралы бір кейспен бөліскім келіп отыр. 8-ші сыныптың сынып жетекшісі ұзақ уақыт ауруханаға жатып қалады. Жаңағы сыныптың тәртібі де, сабақ үлгерімі де құлдырап бара жатқанын байқадық. Мен ғана емес, сол сыныпқа сабақ беретін барлық ұстаздар да соны байқап отыр. Сонымен тәрбиесі жөніндегі орынбасарға бардым-да, сол сыныпты сұрап алдым, мына класты маған беріңізші деп. Ол қуана кетті де маған берді. Бірден жұмысқа кірісіп кеттім. Балаларға барғандағы алғашқы менің жасағаным, сол балалардың бос уақытын толтыру керек болды. 15 минуттық үзілісі бар, сол уақытта шашка, шахмат, домино, жаңағы үстел ойындарын ойнаймыз. Сенбі, жексенбі күнде жатқан жоқпыз, балаларды шақырып алам. Балалар келіңдер, футбол ойнайық, волейбол ойнайық. Қысқасы телефон бастығы қылып жатқан жоқпыз ғой. Сонымен мектепте күрес залы бар, кілтін алып аламыз да, сол жерге барып балалармен күресеміз. Балалар жас жеткіншектер емес па? Күштері толып келе жатқан, менімен күрескісі келеді ғой. Сонымен балалармен күресеміз, тері шығарамыз, рахаттанамыз. Ортасында бір бала бар, сөзі бар. Ой, ағай, бүгін кайф болды тақ қояды ғой. Сол постоянно осындай бір кайфпен, рахатпен жүрдік. Содан мектептерде 5 минуттық үзілісте, енді домино, шахмат ойнамаймыз, балалар турникке тартылды деп, сыныптың артында ақ стенаға турник ілдік. Турниктен асты ақ қабырға, сол қабырға былған басын деп баннер жасадым фотошоптан. Тауды көтеріп тұрған толағайдың суретін елестетіңіздер. Соны қойдым да астына сөз жаздым. Болар баланың бетін қақпа, белін бу деген сөз жаздым. Соны өзім көрген сайында жаңағы турникке тартылғым келеді ғой, балалар тем более тартылғысы келеді. Сөйтсем балалардан ішінде бір-екеуі тартылмайды. Неге тартылмайсың десем, қой, керек жоқ дейді. Бір аптадан келіп айтады маған. Аға, мен бүгін біреу тартып үйрендім, екеу тартылып үйрендім дейді. Сөйтсем ол балалар басында мүлдем турникке тартыла алмаған екен. Сөйтіп қазіргі таңда алды 15-20 тартылатын болды балалардың. Сонымен қоса өзім STEM кабинетінің меңгерушісімін. Менде бүкіл құрал саймандар бар. Балалармен ағаштан кітапханалық, жаңағы кітап қоятын сөре жасадық, полка жасадық. Соны болтын бұраймыз, кесеміз, балалар жаңа шаңын сүртеді, маған жаңағы анкер басқасын алып береді. Қысқасы, бір үйдің баласындай бақытты балалық шақты өткізіп жаттық. Сонымен, бұл балалардың арасында мұнай ынтымақтастық, ұжымдық бір жұмыс жасау, бір-бірін сыйлау, үлкендерге құрмет, ұстазды сыйлау деген сипаттарды байқай бастадым. Бұл олардың өзгерісі тек қана сыныптағы емес, сонымен қатар олардың отбасында да болған өзгеріс бар екен. Бір күні бір ата-ана хабарласып, былай дейді: ағай, білесіз бе, пандемия кезінде ұлымның әкесі өмірден озып еді. Сол балама қатты тиді. Балам әкесіне қатты жақын еді. Содан қазір депрессияда, жаңағы көп сөйлемейді, еще переходный возраст тағы бар. Бір сұрақ қойсаң, жоқ, бар деп сияқты жауап береді екен да. Сонымен қысқасы үйде бала сондай бір жағдайға түскен екен. Ал соңғы кездер дейді,
балам үйге жарқын мінезді келеді. Анашым, білесің ба, бүгін мектепте мынаны жасадық, сыныпта мынандай нәрсе болды деп мектепке баруға асығып тұратын болды деп өзінің алғысын айтып жатыр да. Осы жерде менің ой түйгенім, ер азаматтардың мектепте ойып алатын орны бар екен. Ақырындап енді атбасын отбасыма қарай бұрайын. Отбасымда мен өзімді ерекше әке деп есептеймін. Неге дейсіздер ғой? Өзімнің 3 ұлым бар. Осы 3 ұлымның екіншісі менде ерекше бала. Ерекше бала кім екен білеміз бе? Кім? Айтыңыздар, аутист қой, Көп ата-аналар бұл аутист деген айтқысы келмейді балаларын, оны бір кем көреді. Ол кем емес. Ол балалар бізде мейірімді, ол балалар бізде данышпан, ол балалар бізде талант. Онымен біз мақтануымыз керек. Сол үшін де бүгін сіздердің алдыңдарыңызда тұрғаным осы себепті, құрметті әріптестер. Осы балам маған көп нәрсе үйретті. Білесіздер ме? Маған әке болуды үйретті. Қамқор болуды үйретті, жауапкершілікті үйретті. Сонымен қатар өзімнің жұмысыммен отбасын қатар алып жүруді үйретті маған. Рахмет, қол соққан сайын бір айтқым келіп жатыр да, рахмет. Иә, жаңағы осы балам туралы бір кейс айтып берейін. Осыдан 2 жыл бұрын Астана қаласының жанында Жібек жолы деген ауыл бар, 20 километр жерде. Сол жерде балаларым кешке шейін телефонда телміріп отырмасын, қалада үйде сөйтеді ғой, енді басқа істейтін тірлігі жоқ. Ана жаққа барады, балаларым велосипед, скутер, самокат, айтады, кішкентайым жаңағы құммен ойнайды деген сияқты. Жаңағы ерекше ұлымды үйретіп қойғам, көшені айналып келуге, айналып келеді велосипедпен өзі. Оған шамамен 5 минут уақыт кетеді. Бір күні әдеттегідей солай баламды жібердім, 5 минут уақыт өтеді, балам жоқ. Уайымдай бастадым. Күтейін енді, балама сенейін деп тағы да 2 минут күттім, 7 минут болды, балам жоқ. Бірден жаңа жүретін жолымен көшені аралап шығам, жоқ. Екінші көшені аралаймын, бала жоқ. Уайымдай бастадым, машинаға отырдым да іздей бастадық. Көрші, қолан, ауыл болып іздей бастадық. Жарты сағат өтті, бала табылмайды. Опорный пункт жаңа полицияға бардым, видеоны қарадық. Біздің іздеп жүрген видеомыз бар да, бала жоқ қой. Білесіздер, кеш батып бара жатыр, қаланың жанында, жалпы бізде шөпті жер ғой. Күн батқан кезде бірден маса көтеріледі. Маса көтерілген жерде ана жерде сау адамның өзі жүре алмайды. Жаңа масалар жабылған кезде адамға ара жабылады ғой. Араның ұясына тура сондай состояниеде боласыздар ғой. Қаланың жайын білесіздер, Астананың жайында бізде су, көл, балшық деген нәрсе көп. Егер бала қаланың сыртынан шығып кетсе, оның аман қалуы бірталай. Сол уайым бізді жеп бара жатыр. Көшеде кетіп бара жатсаң, іздеп жүрген елдер сен танымайсың, мысалы. Сол кезде адамның қоғам болып іздеген кезде ауызбіршілік ол өте бір бөлек дүние екен. Сонымен арада 3 сағат өтті. Тас қараңғы болды. Жүрек деген уже алып ұшып бара жатыр. Ол жердегі сезімді айтып жеткізу мүмкін емес қазір. 3,5 сағат болды деген кезде тың етіп сообщение түседі ғой. WhatsApp-та ашсам, баламның суреті велосипед ұстап тұрған және 2 ересек кісі табылыпты. Сонымен уайым түн шығып, жүрек тамаққа алқынға тұрып қалған, өмірімде осылай жылаған жоқ едім, бір бақырып жылап жіберуге тура келді. Сол бір жеңіл болып қалдым да содан баламды алып келді. Білесіздер ме қайдан келді? Ол Жібек жол ауылынан табылған жоқ. Ол келесі ауыл, ары қарай 20 километр жерде Жалтыркөл деген ауыл бар. Сол Жалтыркөл деген ауылға барып келе жатыр екен. Келе жатқан бетінде оны ұстаған екен да, бала тапқан екен. Сонымен баламды алып келді, құшақтасып жылап көрісіп жатырмыз. Сезім деген өте бөлек, керемет енді. Сонымен баламнан ақырындап сұрап жатырмыз. Балам қайда болдың десек, ол бізге бүйтіп сөзбен айта қоймайды. Телефонды аштып, жаңағы Жалтыркөл ауылын көрсетіп, жаңағы көлді көрсетеді ғой. Сода анасы айтады, осыдан 2 күн бұрын балам осы Жалтыркөлді ашып отыр еді. Сол кезде оның меңзегені сол жаққа барғысы келген екен ғой. Киім алған, барып, шомылып, тірлігін бітіріп келе жатыр екен да. Сөйтсем баламның өз кайфы өзінде екен ғой. Сөйтіп келе жатқан, оның енді түбі келер еді кешкісі де, бірақ та екі ортада біз тауып отырмыз. Сонымен баламның енді осыған дейінде біз оның осы ерекшелігін білетінбіз. Мысалы, анасының ориентирі нашар, ана көрші үйден кейін не бар екенін ұмытып қалады, или адасып қалады. Баламды алдына салады да, картадан көрсетеді, балам мына жаққа алып бар десе, алдына түсірді, алып барады кәдімгідей. Кішкентай кезінде сондай дарындылығы бар еді. Енді баламның осы дарындылығымен қоса бірнеше дарындылығы бар. Слухпен пианинода ойнайды, бассейнде жүреді,
шаңғыда тебеді, жыл сайын Бішкекке барып шаңғы тебеміз біз. Жаңағы компьютерде қазіргі кезде пейнтте, қазір уже скетчапта сурет салып, дизайндар салатын болды. Жалпы біздер білеміз ғой, ата-аналар баламыздың қай жағы минус құлдырап бара жатыр, сол жақпен жұмыс істейміз. Бұдан балам математика нашар болып кетті, репетиторға бер деп әйеліне айтып қояды күйеулері. Негізі баланың дамып келе жатқан жағымен жұмыс істеген бізге өте тиімді екен. Мүмкін мамандығы сол болар. Ақыл айтып кетті ме, не болды? Енді тура сол сияқты біздің алдымызда да 30 бала отырады. Астана қаласында 35 бала отырады. Жалпы 35-і 35 түрлі. Кеңес одағында білесіздер, почти барлығы бізде бір стандартта болатын. Кішкене төмен, кішкене жоғары деген сияқты. Ал қазіргі таңда бір сыныптың өзінде ерекше бала да бар. Толық емес отбасы да бар. Жаңағы дарынды бала да бар. Санай берсе көп қой, гипербелсенді бала да бар. Үндемейтін де бар. Тұңғиыққа батып кеткен де бала да бар. Енді осылардың барлығымен біз жұмыс істеуіміз керек қой. Қазақта айтады, 5 саусақ бірдей емес дейді. Егер 5 саусақты бірдей қылсаңыз, онда саусақтарды үзесіз. Немесе 5 саусақ бірдей болса, онда ол бізге жұмысқа жарамсыз болады. Ассалаумағалейкум десең, қолыңды сызып ұсталмайсың. Жұдырықты жұмсаң, жұдырық түйілмейді. Жазатын болсаң, қалам ұсталмай қалады. Сол үшін сол балалардың ығына қарай біз жығылуымыз керек екен. Қазіргі таңда осы баламызды тәрбиелеп жатырмыз. Осы жаңағы дағдыларын, таланттарын дамытып жатқан кезіміз бар. Осыған Алланың берген осы сыйына үлкен алғыс, үлкен шүкіршілік айтамыз. Абайдың мынандай бір сөзі бар. Балаға үш алуаннан мінез жұғады дейді. Біріншісі оның ата-анасы, екіншісі ұстазы, үшіншісі құрбысы. Дұрыс айтасыздар. Бірақ осының қайсысын жақсы көрсе, мінез содан көбірек жұғады екен. Қазір тағдырдың тәлкегіне қарай, көп балалар толық отбасы емес, мүмкін кейбіреулер жаңағы отбасына бірнеше жұмыс істеп, балаларға көңіл аударамай жатады. Бала өз дүниесімен өзі қалып жатады, өкінішке орай. Бірақ осы жерде мына ер мұғалімдердің ұстаз ретінде, әке ретінде балаларға беретін өнегесі және демеуі бар екен. Осы тұста бір ақынның бір әдемі өлең жолы есіме түсіп отыр да. Әкем барда арқам кең, жоқ алаңым. Бәр орнында шаруа қорамалың. Төрт жағымыз құбыламен өскенде, қиындау ау, әкемдей болалар. Назарларыңызға рахмет. Нұрлан Алтайұлы, қошеметтеріңіз. Көп рахмет, Дүреке. Мәссаған. Не деген оқиғалар, не деген кейстер. Браво, браво. Барлық спикерлерге алғысымыз шексіз. Көп рахмет сіздерге ой бөліскендеріңізге, тәжірибе бөліскендеріңізге. Енді тәуелсіздік күні қарсаңында бұл форумның дәл осы талқылаудың өткізілгені жайдан жай емес, меніңше. Тәуелсіздік күні құтты болсын.